Саламатсыздар ма? Теке Батыр Қарпықұлы атындағы жоғары колледж Қазақстан тарих пәнінің оқытушысы Муслим Сейтжан. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ жеріндегі тарихи және мәдени ескерткіштер. Сабақтың мақсатына тоқтала кетсек, дала өркениетінің белгілі тарихи және мәдени ескерткіштерін зерттеу, типологиялық ескерткіштерін ескере отырып, тарихи және мәдени ескерткіштерді классификациялау. Тарихи ескерткіштер. Қазақ даласы тарихи мәдени ескерткіштерге бай. Қазақстан аймағында ғана 300-ден астам тарихи мәдени ескерткіштер тіркелген. Олар көбінесе тастан тұрғызылған әртүрлі құрылыстар. Аса ірі тарихи және мәдени ескерткіштер қатарына Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Сарыарқадағы Алашахан кесенесі, Тараз өңіріндегі Айша бибі кесенесі тағы басқалар жатқызуға болады. Қазақ даласындағы ең көне 5 қалаға тоқтала кетсек. Қазақ тарихында көне қалалар мен тарихи орындар жетерлік. Олардың көбісі Ұлы Жібек жолы бойында маңызды қызметтер атқарып, орта ғасырлар тұсында мәртебелі қала статусын көтерілді. Тараз қаласына 2000 жыл. Тарихи тереңдікте қалалардың кеш көшін Тараз қаласы бастайды. Орта ғасырлардан бері Тараз деген атаумен әйгілі қалаға ең бірінші келгендер Ферғана алқабындағы өзбектер болған. 1997 жылдан бастап қаланың тарихи атауы қайта берілді. 2002 жылы Тараз өзінің 2000 жылдық мерейтойына атап өтті. Көне Тараз шаһары Ұлы Жібек жолы бойында айрықша орны бар қалалардың бірі. Қарахан мемлекет тұсында гүлденіп, мәртебелі қала статусына көтерілді. Екінші Түркістан. 1500 жылдан астам тарихы бар қазақ хандығының астанасы болған Шартарапқа кеткен керуен жолдарын тоғысқан жері. Ұлы Жібек жолының орталығына арналған Түркістан қаласы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әрбір халық өз тәуелсіз мемлекет өзінің рухани орталығын нақтылап алуы керек. Қазақстанның рухани орталығы Түркістан деген болатын. Қазақтың рухани ордасына айналған Түркістан қаласы оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Шығысында тарихи қала Отырар, батысы Жаңақорған ауданы мен солтүстігінде Созақ, Кентау қаласымен шектесіп жатқан киелі жер. Түркістан қаласы Қазақстанның тарихи туризмнің таптырмас ордасы. Үшінші қала Құлан. Шамамен 1400 жылдай тарихы бар. Құлан орта ғасырлардағы шағын қала орны. Жамбыл облысындағы Тұрар Рысқұлов ауданының орталығы Құлан ауылы. Қала туралы алғашқы тарихи деректер 7 ғасырдан бастап белгілі. Саяхатшылар Ибн Қортабек Құддам қолжазбаларында Құлан Тараз қаласының шығысына таман Ұлы Жібек жолындағы қала деп көрсетіледі. Әл-Мақдиси Құланды 10 ғасырда былай сипаттады: күмбезді мешіті бар, мықты қоршалған қала деп атап өткен. Бұл үлкен Тараз жолының бойында орналасқан бекіністі қала. 1963-65 жылдары Ғылым академиясының археологиялық экспедициясы зерттеп, қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданындағы Құлан ауылы маңында төбе-төбе үйінділерді ежелгі Құлан қаласының орны деген қорытынды берген. Отырар 1300 жылдай тарихы бар. Отырар Қазақстанның орта ғасырлардағы әйгілі қалаларының бірі. Қаланың қалдығы Отырар төбе деген атпен белгілі. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуілдір елді мекенінің жанында орналасқан. Отырар қаласы туралы көптеген саяхатшылардың жазба деректерінде айтылады. Отырар қаласы 8 ғасырларда Тарбант деген атаумен белгілі бола бастады. 9 ғасырда қала мәртебесіне көтерілді. Отырар қаласы құрылған кезеңнен бастап аса ірі кітапхана мен мәдени ошақтарға бай болды. 5-ші қала Алматы. 1000 жылдық тарихы бар. Археологиялық зерттеулер 7-9 ғасырларда қазіргі Алматы қаласының территориясында бірнеше елді мекендердің болған. Олардың 9-10 ғасырларда қалашықтарға айналғанын көрсетеді. Ең ірісі бұрынғы шекара училищесіне жақын қаланың оңтүстік бөлігінде орналасқан. Ол жерден қыштан жасалған ыдыс-аяқ, қола және темірден жасалған бұйымдар табылды.
1980 жылы Байпақов бастаған археологтар орта ғасырлық ұстахана орнындағы қазба жұмыстары кезінде крецилийлерді, темір дайындамаларын, балталар жиынтығын және орта ғасырлық домна пештерін тапқан. Қазақстанның тарихи және мәдени ескерткіштері бүкіл тарихи аумақтарында көрсетілген ғимараттар мен салыныстар, мемориалдық үйлер, некропольдер, кесенелер және жеке кісі жерленген жерлер, монументалды өнердің туындылары, тас бейнелер, жартас суреттер, археологиялық ескерткіштер тағы басқалар. Қазақстанның мемлекеттік тарихи және мәдени нысанасының ішіне кіретін тізбе ескерткіштер. Олар тарихи, ғылыми, архитектуралық, көркем және мемориалдық айрықша мағына білдіреді. Тарихи және мәдени ескерткіштердің тізбелері мемлекет қорғауында. Көріп отырғандарыңыздай, Қазақстан территориясында орналасқан Рабия Сұлтан-бегім кесенесі 15-ші ғасырда салынған. Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің оңтүстік шығысының жағындағы 60 метр жерде орналасқан тарихи ескерткіш. Айша бибі кесенесі 12-13 ғасырларда. Айша бибі кесенесі өзінің аңызға толы рухани құндылығымен сәулет өнеріндегі ғажайып әлемде теңдесі жоқ ескерткіш болып табылады. Ескерткішті қалаған кірпіштердің әртүрлілігінің өзі таң қалдырады. Кесенені қайта қалпына келтіру жұмыстары 2001-2004 жылы аралығында жүргізіліп, кесене қайтадан өз қалпына келтірілді. Алашахан кесенесі. Мазар халық шеберлерінің қолымен 11-12 ғасырларда Алашаханның құрметіне салынған. Оның есім қазақтың 300-інің пайда болуымен тікелей байланысты деген деректер келтіріледі. Қожа Ахмет Яссауи ескерткішінің биіктігі 40 метр, ені 46,5 метр, 35 бөлмеден тұрады. Ахмет Яссауи оңтүстік Қазақстанның Сайрам қаласында 1103 жылы дүниеге келген. Ол алғаш бірден жергілікті дінбасы Арыстан бабтан алады. Өзінің ана тілінен басқа арабша және парсша сөйлей білген. Қыпшақ, Қаңлы, Қоңырат және көне түрік тайпалары арасында ислам дінін уағыздаушы Ахмет Яссауиді рухани басшысы санаған халық оны әулие ата атап кеткен. Кейіннен тұрғызылған Абылай хан стелласы бейнеленген. Үй тапсырмасына тоқталатын болсақ, бүгінгі қазақ жеріндегі тарихи және мәдени ескерткіштер тақырыбын түсініп оқу, сонымен қатар қазақ жеріндегі тарихи және мәдени ескерткіштердің біреуіне тоқталып, толыққанды конспектті жазу. Сонымен қатар осы тақырып көлемінде тест құрап жазып келсеңіздер болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.